құшағы желбіреп, айдарынан жел ескен кішкентай бүлдіршіндер міне бүгін жас түлек болып үлкен өмірге аяқ басқалы тұр. Ақтау қаласының тарихында тұңғыш рет 78 түлек алтын белгі иегері атанып отыр. Олар міне бүгін сахнаның төрінде тұр. Осындай жетістікке жеткізіп отырған ең бірінші ұстаздар қауымына бас иіп алғыс айтуымыз керек шығар. Осы балалардың маңдайына шаң тимесін деп әр уақытта өзінің қамқорлығын білдіретін бұл ата-ана. Әр ата-ана балам жақсы азамат болса екен, бақытты болса екен деп тілейді. Сол жолда аянбай еңбек жасайды. Баламның табанына кіретін тікен маңдайыма кірсін деп тілейді. Сондықтан да құрметті ата-аналар, үкілеген үміттеріңізді ақтайтын ұл қыз өсірдіңіздер. Үлкен өмірге аяқ басқан жас түлектер Қазақстанның мықты азаматтары болатынына сенеміз. Құрметті жас түлектер, бүгін арнайы Ақтау қаласында сіздерге арналған осындай түлектер кеші ұйымдастырылып отыр. Сондықтан да ұстаздарыңыздың, ата-аналарыңыздың елдің үмітін ақтайтын мықты маман болуларыңызға тілектеспін. Мереке құтты болсын.